Құрметті әріптестер, біз бағытымызды айқындап болсақ, тақырып таңдауға кезек келіп жетті. Тақырып таңдау ең басты мәселе. Тақырып таңдау үшін ең алдымен оқушы қажеттілігін ескеруіміз қажет. Оқушы қажеттілігін ескерген дүние сапалы, нәтижелі болады. Жалпы біздің курстарымыз базалық, профильді, қолданбалы, элективті деп бөлінеді. Қазіргі педагогтың көпшілігі элективті курстарды жазып жүр. Себебі бұл толықтырылатын білімге жатады. Факультативтік, инвариативтік сағаттарды өткізуге өте қолайлы. Ал кәсіби бағдар беруді таңдасаңыз, ол 10-11 сыныптардың қажеттілігіне сай болуы тиіс. Жалпы әдістемелік нұсқаушықта элективті курстардың тақырыптары берілген. Ең бастысы, тақырыпты таңдау кезінде осыларға сүйенеміз. Мысалы, қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша мынадай тақырыптар бар: ахметтану, әлем әдебиеті курсы, тілді дамыту және сөйлеу мәдениеті, көркем мәтінді талдау, ұлттық құндылықтар деген сияқты. Ал енді математика, информатика пәндері бойынша математика өмірде, бұл бастауыш сыныптар үшін. Математика шыңы, математика және логика деген сияқты. Ал енді жаратылыстану пәндеріне байланысты ғарыш физикасы, медициналық физика, биохимиялық физика деген сияқты тақырыптар бар. Тақырыпты таңдауда мына мәселелерді басшылыққа алыңыз. Бірінші, бағытын айқындаңыз. Мұндай бағдарламалар бар ма? Менікі несімен ерекше деген сауалға өзіңіз жауап іздеңіз. Екіншіден, оқушы қажеттілігін ескеру қажетпіз. Тереңдету мақсатында ма, шығармашылыққа баулу мақсатында ма, әлде кәсіби бағдар беру мақсатында ма? Үшіншіден, оқушы қажеттілігінен кейін бағдарламаңыз элективті курс немесе қолданбалы курс, профильді курс, базалық курс екенін айқындап алыңыз. Тақырып қысқа, нұсқа, белгілі бір пәннің атауына жақындайтын мағынада болу керек. Тақырыпты таңдау кезінде мына қателікке жол бермеңіз, яғни спецификациялық жұмыстарды алмаңыз. БЖБ, ТЖБ тапсырмалары деген секілді. Немесе тақырып шұбалаңқы, 5 сөзден асып кеткен, ауыспалы мағынада болмауы тиіс. Кейбір бағдарламалардың тақырыптары өнертапқыштық бағытта болса, ауыспалы мағына жасауға болады, бірақ қысқа да нұсқа болу керек. Кейбір бағдарламалардың тақырыптары ауыспалы мағынада болады, бірақ олар өнертапқыштық бағытта болуы тиіс. Дегенмен, жалпы халыққа түсінікті әдеби тілмен қойылуы тиіс. Содан кейін ескеретін мәселе: ерекше білімді қажет ететін оқушы, пиза тапсырмалары, модаға дайындық деп алуға болмайды. Бұл бағдарламалар туралы мемлекеттік стандартта анық бағдарлама ретінде ұсынылған. Біздің тақырыбымызда дамыту, арттыру, әдіс-тәсілдер, қызықты әдіс-тәсілдер деген сөздер болмау қажет. Егер бұл сөздерді қолданатын болсаңыз, бұл авторлық бағдарламадан гөрі дидактикалық материалға ұқсап кетеді. Біздің авторлық бағдарламамыз белгілі бір курс болғандықтан нақты, тұжырымды болуы тиіс. Құрметті әріптестер, сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Тақырыпты таңдайық.